Қайырлы күн оқушылар. Бүгін 4-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен 6-шы тақырыпты бастаймыз. Тақырып табиғат ғажайыптары фонетика әлеміне саяхат. Тыңдаған мәтіннің тірек сөздерін белгілей аламыз. Тірек сөздер арқылы мәтіннің мазмұнын айта аламыз. Мұқият тыңдаймыз. Мерей, тыңдашы. Айналамыздан сан түрлі дыбыстар естіледі. Ұшып бара жатқан ұшақтың гүрілі, желдің гуілі, судың сылдыры, иттің үрген дауысы, құстардың сайрағаны, күннің күркірегені, ағаш жапырақтарының сыбдыры тағы басқа. Бұлардан басқа тіл дыбыстары бар емес пе? Олар бір-бірімен бірігіп мағыналы сөз жасайды. Тіл дыбыстарын естиміз әрі айтамыз. Осы тіл дыбыстарының жасалу, айтылу, естілуін, буын, екпін, интонация мәселелерін тілдің фонетика саласы қарастырады. Саяхатымызда тіл дыбыстарынан алдыңғы сыныптарда өткен материалдарды қайталап, еске түсіруден бастаймыз. 25-ші тапсырма. Сөздерді оқы. Көбелек, шың, ұлан, ер, жапырақ, өлке, көгершін, пияз, киік. Тапсырма. Әр сөзде неше дыбыс, неше әріп барын айт. Қай сөзде дыбыс пен әріптің саны бірдей емес? Дыбыс пен әріптің бір-бірінен өзгешілігі неде? Ал тапсырма бізде әр сөзде неше дыбыс, неше әріп барын айт. Балалар, егер сөзде біз қанша дыбысты естісек, ол жерде сонша әріп болады. Не болмаса, қанша әріпті естісек, сонша дыбыс болады. Яғни кейбір сөздерде бізде қосарлы дыбыстар болуы мүмкін. Мысалы, ю, я деген сияқты. Қазір мысалдардан көреміз. Мысалы, көбелек, бұл жерде 7 әріп, 7 дыбыс бар. Шың, 3 әріп, 3 дыбыс. Ұлан, 4 әріп, 4 дыбыс. Ер, 2 әріп, 2 дыбыс. Жапырақ, 7 әріп, 7 дыбыс. Өлке, 4 әріп, 4 дыбыс. Көгершін, 8 әріп, 8 дыбыс. Пияз, 4 әріп, 5 дыбыс. Себебі бұл жердегі я дыбысы өздерің білетіндей қосарлы дыбыс. Бұл жерде 2 дыбыс естіліп тұрған соң, бұл жерде 5 дыбыс деп аламыз. Ал киік сөзінде 4 әріп және 4 дыбыс. Қай сөзде дыбыс пен әріптің саны бірдей емес? Жаңа айтып өткенде пияз сөзінде дыбыс пен әріп бірдей емес. Себебі я дыбысы 2 дыбысты көрсетіп тұр. 4 әріп, 5 дыбыс. Дыбыс пен әріптің бір-бірінен өзгешілігі неде? Айтылып естілетін тілдік құбылысты дыбыс дейміз. Дыбысты айтады және естиді. Дыбысты таңбалау үшін алынған белгіні әріп дейді. Әріпті жазады және көреді. Дыбыс пен әріптің айырмашылығы осында. Балалар, сызба бойынша тіл дыбыстары туралы білетініңді айт дейді. Яғни, дыбыс бұл екіге бөлінеді. Дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстар. Ал дауысты дыбыстың өзі жуан және жіңішке болып бөлінсе, дауыссыз дыбыстар қатаң, ұяң, үнді болып үшке бөлінеді. Мәтінді тыңда. Балалар, мұқият тыңдаймыз және келесі сұрақтарға жауап береміз. Бұлт өзеннен су алса. Кейде сіркіреп, кейде нөсерлеп жауатын жаңбыр қайдан шығады? Шағын бұлақтар, үлкен өзендер қайда барып құяды? Осы сулардың біраз егінді суғаруда, жазық жайылымға жайылғанда жерге сіңіп, жер астындағы су қорына қосылады. Содан кейін бастау немесе құдық арқылы қайтадан жердің бетіне шығады. Ал кейбіреуі үлкен көлдерге құяды. Көл айдыны арқылы буланады да бұлтқа айналады. Содан соң жаңбыр болып жерге қайта жауады. Бабаларымыздың бұлт өзеннен су алса ғана жауады деуі содан шығар. Балалар, берілген сұрақтар осындай. Енді осы сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ не туралы? Жаңбыр туралы. Екінші сұрақ нелер туралы? Бұлақтар мен өзендер туралы. Жер астындағы су қорына нелер қосылады? Жер астындағы су қорына жаңбыр, бұлақтар мен өзендер қосылады. Су жердің бетіне не арқылы шығады? Су жердің бетіне құдық пен бастау арқылы қайтадан жер бетіне шығады. Кейбіреуі қайда құяды, кейбіреуі үлкен көлдерге құяды.
Балалар, мәтінді мұқият қарасаңдар, дәл осы жауаптарды табасыңдар. Көл айдыны арқылы не істейді? Көл айдыны арқылы буланады да қайтадан бұлтқа айналады. Содан соң жаңбыр болып қайтадан жерге жауады. Бабаларымыз бұл туралы не деген? Бабаларымыз бұлт өзеннен су алса ғана жауады деген. Қарамен жазылған сұрау мағынасындағы сөздерге жауап бола алатын сөздерге тірек сөздер қатарын құра. Жаңбыр, бұлақтар мен өзендер, құдық пен бастау, үлкен көлдер бұлтқа айналады, бұлт өзеннен су алса ғана жауады. Оқушылар, ендігі тапсырма 18-ші беттегі мәтіннен нақыл сөздерді тауып жаз. Сол сөйлемдегі сөздерге үлгі бойынша дыбыстық әріптік талдау жаса. Үлгі: дауыстыны д әрпімен, ұяң дауыссызды о әрпімен, қатаң дауыссызды х әрпімен, үнді дауыссызды ү әрпімен бағдар, сызық арқылы белгіле. Мысалы, бұлт дегенде б ұяң дыбыс, о дауысты дыбыс, л үнді дауыссыз, т қатаң. Яғни бұда бұлт дегенде бір буын, 4 дыбыс, бір дауысты дыбыс бар. Дәл осылай жасаймыз. Бұлт сөзінде б ұяң, о дауысты, л үнді, т қатаң. Бұлт бір буын, 4 дыбыс, бір дауысты. Өзеннен ө дауысты дыбыс, з ұяң, е дауысты, н үнді, е дауысты дыбыс, н үнді дыбыс. Яғни өзеннен 3 буын, 7 дыбыс, 3 дауысты дыбыс бар. Өздерің білетіндей, қанша дауысты дыбыс болса, сөзде сонша буын болады. Су, с қатаң дыбыс, у. Бұл жерде дауыссыз дыбыстан кейін келіп тұрған үшін, бұл жерде дауысты у болып саналады. Су бір буын, 2 дыбыс, 1 дауысты. Алса, а дауысты дыбыс, л үнді, с қатаң, а дауысты дыбыс. Алса 2 буын, 4 дыбыс, 2 дауысты. Ғана, ғ ұяң, а дауысты дыбыс, н үнді дауыссыз, а дауысты. Бұл жерде ғана 2 буын бар. Көріп тұрғандарындай 4 дыбыс бар естіліп тұрғандай, және 2 а, бұл жерде 2 дауысты дыбыс. Жауады, ж ұяң, а дауысты дыбыс, у үнді, а дауысты дыбыс, д ұяң дауыссыз, дауысты дыбыс. Жауады 3 буын бар, 6 дыбыс бар және 3 дауысты бар. Оқушылар, енді бізде шығармашылық үзіліс. Ойынның шарты: сызық бағытымен бастапқы бір әріптен кейін 2 әріпті тастай отырып оқығанда мәтел шығады. Мәтелді түсініп оқы. Мысалы, біз т әріпін оқимыз да, ортадағы 2 әріпті сызып тастаймыз. Яғни ы мен д-ны сызып тастаймыз. Сонда бізде у қалады. Солай кете беріп, айналдыра оқығанда бізде мәтел шығады. Туған жердің ауасы да шипа деген. Енді балалар, бізде тапсырма мынандай: шыққан мәтелді сөздерге ауызша және жазбаша фонетикалық талдау жаса дейді. Дәл жаңағы тапсырма сияқты қайсысы қатаң дыбыс, қайсысы дауысты дыбыс екенін, қайсысында қанша буын, қанша дауысты бар, қанша дауыссыз бар анықтаймыз. Оқушылар, тапсырманы өздерінің достарымен бөлісіңдер және каналға міндетті түрде тіркеліңдер.